Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын баялдыдан жасалатын тағамның рецебін көрсетемін. Ол үшін бізге баялды, картоп, сәбіз, болгар бұрышы және сарымсақ пен пияз, ащы бұрыш қажет. Барлық құрамдарды майдалап турап аламыз. Ең алдымен жоғары отта қазанға сұйық май құйып, бірінші баялдыны қуырып аламыз. 2 минуттай қуырып болғаннан кейін үстіне пияз саламыз. Пиязды да тағы да 2-3 минут баялдымен қуырып аламыз. Содан кейін сәбізді салып, тағы 2-3 минут қуырамыз. Содан кейін болгар бұрышын салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Енді картопты да салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Осылай әрқайсысын біртіндеп қуырған дұрыс. Және соңында қызанақты және сарымсақ пен ащы бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен қара бұрыш саламыз. Және лавр жапырақтарын салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін қазанның қақпағын жауып, төмен отта 20 минут пісіреміз. Енді нанымызды турап, тағамды жей берсек болады. Бұл тағам өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа рецептерімді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп қойыңыздар.